Ассалаумалейкум қазақ елі. Міне бүгін тағы да Алматы қаласы прокуратурасынан эфир жасап отырмыз. Осында бүгін тағы да қоғам белсенділері Қалас Нұрпейісовтың жағдайыны білейік деп прокуратураға келген болатын. Қазір осында Қалас Нұрпейісовтың әкесі де тұрғанын көрдік. Сол кісіден қысқа сұхбат алсақ. Ассалаумалейкум. Аға, өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Мен Қаластың әкесі Нұрпейісов Жайық болам. Сол Қалас туралы ақпарат берсеңіз, қалай өтіп жатыр, не болып жатыр деген. Қаласты ақпарат бергенде біз сыртта жүрген, ол іште отқан адам, оның анау-мынау несін білмейміз. Ол қысымшылық көргеннен кейін барып мынандай жағдайға келіп отыр. Қысымшылық көрмесе, ол мынандай істемесе, білмеймін не болатын. Жаңа тергеуші қазір кіргізіп көрсетем балаңды деді. Сол күтіп тұрмын прокуратураның алдында. Сізге Қаласты көрсетеміз деп хабарласты ма? Иә, жаңа хабарластық, сонда көрсетем деп өзі айтты. Соны күтіп тұрмыз енді. Сіз өзіңіз Қаласты осыдан алдын көрдіңіз ба, кіріп? Осы кешегі деген жағдайдан кейін мен әлі кіріп көрген жоқпын. Оның алдында бір-екі рет келгенде прокуратураға, онда баламды көргенмін. Негізі осы қысым туралы осыдан алдында айтылған беді сізге? Сол туралы білетін бедіңіз? Ол туралы онша көп білмеймін. Маған іштік көп жаңағы бұлай, мен өзі бұлай күліп жақсымын дейді да, бірақ адамның несіне көзқарасында бөлек болады ғой. Несі бөлек болды, бірақ қанша дегенмен де әкесі ол сырын сезеді ғой баланың. Ол жақсымын дейді, бірақ арт жағында бірдеңе үлкен не тұрды, бірақ ешқандай жақсы нені ол жаңағы жамандықтың несін айтқан жоқ ол. Қысым болып тұр ғой, қысым болмаса мынандай жағдай болмайды. Билікке жеткізетін сөзіңіз бар ма осы прокуратураға? Ол ашық не қылса жақсы болар еді. Ол бірдеңенің ісі болса екен артында жаңағы бір таяқ алып, бірдеңені алып қолына ұстаған болса, онда көнер едім. Қолына ештеңе алмаған, ешқандай ештеңе білдірмеген. Соның бәрін мойнына ілгісі келіп тұрта бұлар. Сен ананы істедің, сен мынаны істедің деп. Ондайға оның барат деп мен ойламаймын да. Рахмет сізге. Мына қазір көрдіңіздер, қысқа әкесінің ақпараты. Қазір осында қоғам белсенділері тағы да күтіп, адвокаттың шыққанын күтеді. Содан соң бар ақпаратты тағы да бөлісіп жатармыз.